Тамақ жасаушыларға ерекше жәннат дайындалған. Исламда тамақ жасау құтты іске жатады. Исламдағы айтылымдар бойынша Алла тамақ жасап, қызмет өтейтін адамдарға, аспаздарға өзінің ерекше жәннатын беретіндігін айтқан. Мейлі тамақ жасаушы тамағын сатып берсін, я бекер берсін, немесе тамағын арзанға, я қымбатқа сатсын, Алла оған қарамайды. Тамақ жасау Алла алдында бір ұлы іс. Алайда аспаз, я тамақ жасаушы тамақ жасағанда жұмысын бисмилламен бастап, таза дәретте, көңілді күйде жасауы тиіс. Сонда оның тамағын жеген адамдардың тек қана құрсағы тойып қоймайды. Сонымен бірге олар астан рухани күш алады, ем-шипа табады. Бұндайда адамдар сіздің асыңыздан, рестораныңыздан рухани емделіп қайтады. Сондықтан тамақ жасаушы немесе аспаз тамақты таза дәретті күйде, бисмилламен көңілді күйде жасауы керек. Әйтпесе, ол тамақты жеген адам өзін ауыр сезінеді. Құрсағы тойғанымен рухани пайда ала алмайды. Керісінше, ол өзіне теріс энергия жүктеп көңілі түседі, иманы әлсірейді, тіпті ауру болуы да мүмкін. Қазіргі кезде ауру өте көп. Соның бір үлкен себебі сырттан исламдық жолмен жасалмаған немесе халал емес, я харам аралас тамақ жеуден еді. Үйде тамақ жеуге дағдылан, себебі сырттағы ас халалмен, исламдық жолмен жасалды ма, оны білмейсіз. Иманды күшейтіп, жүректі тыныштандырудың, береке табудың, ақыл өсірудің бір жолы жеген асқа сақ болуда жатыр. Тамағын халал ете алмаған адам басқа құлшылығын, иманын түзей алмайды. Пепси-колалар, жасанды тамақтар, зауаттан шыққан даяр тамақтар, сусындар тән мен жанға бірдей зиянды.